Елімізде мал шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Солтүстік Қазақстан облысы Мәмілік ауданы Менгесер ауылында Мәмбетов және компания кәсіпкерлік серіктестігі солардың бірі әрі бірегейі. Бұл шығарылымда біз осы фермада жұмыс істейтін мал дәрігері Айдардың күнделікті еңбегіне көз жүгіртеміз. Айдар үшін мал дәрігері болу төлге өмір сыйлаған сәттен бастап өмірлік миссияға айналған іс. Мал шаруашылығында мен енді ауылда өскен, кішкентай кезімнен, балалық шағымнан ауылда өстім, әрқашанда малмен жүрдім, атамен, әжемен, сосын ата-анаммен бірге. Ата-анам жұмыс жасаған мал шаруашылығында, анам сауыншы болған, әкем де мал баққан. Сосын енді мен де сол саланың мамандырылған маманы болдым. Кішкентай кезімде малға жақын болғам, малға деген сүйіспеншілігім өте мықты болған, сол үшін мал дәрігері мамандығын таңдадым деп ойлаймын мен. Біздің шаруашылықта әрбір сиырдың мойындарына жаға ілінген. Ол жағада әр сиырдың өзінің номері болады, және де респондері бар. Бұл респондер не үшін? Сиыр сауынға кірген кезде оның күнделікті қаншалықты сүт берген қараймыз. Және де құлағында сырғалары бар. Ол да оның өзінің индивидуальный нөмірі. Бізде тағы да қара малдың аяғына афитак деген программаның датчигін ілеміз. Ол бізде сиырдың күйлеген кезде қай уақытта күйлегенін көрсетеді. Ферма басшылығының айтуынша, жануардың денсаулығы өнімнің сапасын анықтайтын негізгі фактор. Сондықтан олар ірі қара малға ерекше көңіл бөледі. Здоровье животного – это очень важно. Почему? Потому что здоровое животное. Біз жануардың денсаулығына ерекше мән береміз. Әрдайым назарда ұстаймыз. Неліктен десеңіз, сау жануар сау төл береді. Біздің компанияда жануарлардың генетикалық дамуын жіті бақылауда ұстайды. Себебі сау мал сапалы әрі мол сүт береді. Ал ол өнім кейін сүт өңдеу зауытына өткізіледі. Бүгінде аграрлық салада енгізілген заманауи құрал-жабдықтар мен цифрлық жүйелер мал дәрігерлерінің жұмысын айтарлықтай жеңілдетті. Бұл заман талабына сай жаңа технологиялармен жабдықталған шаруашылықтардың кәсіби қызмет сапасын арттыруға көмектеседі. Мал дәрігеріне өте жеңілдік әкеледі. Мысалы, ауырып жатқан сиырды уже загонға барып өзің айдап шығармайсың. Селекционный воротаға қойдың, ол өзі автоматически саған шығарып береді сиырды ветзонаға. Ал бұрындары болса, мысалы, сиыр ауырып жатса, оны загонға барып малшы іздеу керек болады, тақасың адамдар керек болады, оны загоннан бөліп, осы жаққа шығару керек болады ветзонаға. Ал қазір керек сиыр өзі сауыннан шығып келген кезде саған өзі шығады, селекционный воротадан шығып, және де жаңағы расколға кіреді, және расколда өзі қандай жұмыстарыңды істей бересің өзіңнің жұмыстарыңды. Егу жұмыстары бізде униформ деген программа бар, компьютерлік. Ол бізге бұзаулардың және сиырлардың күнделікті вакцинасына профилактикалық жұмыстарын айтып, өздері шығарып отырады компьютерден. Біз егерде мысалы бізде недельный ритм деген бар, жұмасына бір күн бұзаулармен жұмыс жасаймыз, бір күн сиырлардың вакцинасымен жұмыс жасаймыз. И сол униформ программасынан шығарып отырамыз. Малдың денсаулығы мен өнім сапасы бұл тек мал дәрігерінің ғана емес, зоотехник маманның да тікелей жауапкершілігінде. Зоотехник маман малдың рационын мұқият бақылап, қажетті дәрумендер мен қоректік қоспалармен толықтырады. Смотрите, это получается рацион дойных. Қараңыздар, бұл сауын сиырларға арналған рацион. Оның құрамында ірі жем де, қоспалар да бар. Мұнда шөп, сабан, пішіндеме, сүрлем, сүт шығару үшін қажет компоненттер, күнжара, жүгері және әртүрлі қоспалар бар. Бұл арнайы сауынды сиырларға арналған өте құнарлы жем. Я считаю, что наша ферма уникальна тем, что у нас все автоматизировано. Біздің фермада барлық жұмыс барысы автоматтандырылған. Мысалы, TMR бағдарламасы маған малды азықтандырудағы ауытқуларды анықтайды. Булдман автоматты жем жүйесі жем шөпті сағат сайын беріп отыруға таптырмас құрал. Сонымен қатар рационды есептеуде де маған нақты мәзір құрастыруға көмектеседі. Мысалы, сауынды сиырлар, суалған малдар және төлдердің әр қайсына жеке-жеке жасалады. Айдар – это один из таких специалистов ветеринарных. Жақында жұмысқа орналасқан мал дәрігерлерінің бірі Айдар. Біздің компанияда арнайы бағдарламалар бар. Біз жас мамандарға арнап үй саламыз. Мамандар бұл үйлерде тегін тұрады. Тек коммуналдық қызметтерге ғана ақы төлейді. Сонымен қатар қызметтік көлікке қарастырылған. Компания аясында біліктілікті арттыру үшін тұрақты түрде түрлі көрмелерге қатысамыз. Олар еліміздің ішінде де, шетелде де өтеді. Біз жүйелі түрде халықаралық көрмелерге, семинарлар мен тренингтерге қатысып, оқуға жібереміз.
В рамках данного инвестпроекта аграрно-кредитная корпорация была профинансирована как Аталған инвестициялық жоба аясында аграрлық несие корпорациясының қаржыландыруымен жүзеге асырылды. Яғни бұл құрылыс жұмыстарын жүргізуді, сау жабдықтарын, ірі қара мал ұстауға арналған құрал жабдықтарды сатып алуды қамтыды. Сонымен қатар Германиядан әкелінген симментал тұқымды ірі қара мал сатып алынды. Жобаның жүзеге асырылуы сүттің бастапқы шикізат көлемін арттыруға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде тек өңірдің ғана емес, бүкіл елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Ұлы академик бар, Иван Петрович Павлов деген. Ол бүйтіп айтқан, медицина лечит человека, а ветеринария лечит все человечество деп айтқан. Ол сөздің мағынасы, адам ағзасы енді инфекциялық аурулар кірмес үшін соның алдын аламыз. Және де өзіміздің елімізге таза сүт пен таза өндірілген ет береміз. Әрдайым ірі кәсіптің артында көзге көрінбейтін, бірақ еңбегі зор қарапайым адамдар тұрады. Сол адамдардың қажырлы еңбегі мен адалдығы табыстың ең мықты тірегі.